Қалай қылықты әйел болуға болады? Отбасының сәнін кіргізетін әрине әйел адамы. Сондықтан, отбасында бақыт пен шаттықтың бірге жүруі әйел адамына байланысты. Сұлулық пен нәзіктік, қылықтылық әрбір әйелдің бойынан табылатын асыл қасиеттер. Алайда, өмір ағымымен сол бір нәзіктік қасиеттерді көп әйелдер жоғалтып алуда. Олай болса, қалай қылықты әйел болуға болады? Міне осы тақырыпта сөз қозғап, жолдарын көрсетелік. Бірінші, жина қылық. Қайда барсаңыз да асықпаңыз. Ал асықпау үшін үйден дәл уақытында шығыңыз. Істеріңіздің барлығын алдын ала жоспарлаңыз. Үнемі жүгіріп жүретін қыздар нәзіктіктің не екенін ұмытып кетеді. Екінші, күтім. Өзін құрметтейтін қыз үнемі шашын таза ұстап, киімдерін үтіктеп киеді және тырнақтарын ретке келтіріп отырады. Дене бітіміңізге сай киім үлгілерін таңдап, шаш қию үлгісін де ретке келтіріп, тіпті аяқ киіміңізді де өз ыңғайыңызға қарай таңдаңыз. Себебі киім адамның көркі, сізді киіміңізге қарай бағалайтын заман. Үшінші, әдемі сөйлеу мәнері. Жылы сөздермен мұз болып қатып қалған жүректерді ерітіп, қажет кезде адамдарды өз ырқыңызға көндіруге болады. Сол себепті даусыңыздың сыңғырлап шығуына мән беріңіз. Дөрекі, былапыт сөздерден сақтаныңыз. Көпшілік ортада айғайлап күлуді де доғарыңыз. Төртінші, қарапайым жүру мәнері. Кейде небәрі 45 килограмм салмағы бар қыздардың 145 килограмм салмағы бар адамша жүретінін байқауға болады. Және тағы да бір үлкен қателік, тізені бүгіп жүру. Әсіресе биік өкшесі бар аяқ киім киген кезде аяқтар еш бүгілмей, сан мен балтыр бірдей қозғалуы керектігін ескеріңіз. Сәнбикелердің жүрісін қайталап, 8 санын жасап жүрудің қажеті жоқ. Сырт көзге өте күлкілі көрінеді. Және бел мен жамбасты бұлтаңдатпауға тырысыңыз. Бесінші, сіз араласатын адамдардың ішінде нәзік арулар бар болуы мүмкін. Олардың қалай қозғалатындығын, сөйлеу мәнерін, өзін өзі ұстауын, адамдармен қалай сөйлесетінін жақсылап бақылаңыз. Нәзіктік кез келген жаста маңызды рөл атқарады. Қыз күнінде бәрі жақсы деген мақалдың мәнісін түсінесіз бе? Ұрысқақ адамдар өзін жақсы көрмейді, өзіне аяушылық танытпайды. Өмірде қандай қиындықтар болмасын, қыз баласы нәзік болып қала беруі тиіс. Өнер мен өмірді, жұмыстағы жетістіктер мен отбасылық өмірді үйлестіріп жүрген әйелдер де, сабақ пен жұмысты қатар алып жүрген қыздар да жетерлік. Ал осы адамдар не себепті нәзіктікті таңдады? Олардың басқа мінезді таңдауына мүмкіндігі бар еді ғой, деген сұрақтар туындауы мүмкін. Жауабы біреу. Олар өздеріне ыңғайлы болу үшін осылай жасайды. Нәзік қыздар мың жауынгерді басқаруға қолбасшыдан да артық істер тындырып, өз дегенін жасата алады. Сондықтан да нәзіктіктің пайдасын сезініп көріңіз және нәзік болуға ұмтылыңыз. Алтыншы, сыйластық. Кісі сыйлай білу деген адамның ақылдылығына, мәдениеттілігіне, білімділігіне, әдептілігіне байланысты. Сыйға сый, сыраға бал дейді халқымыз. Үй ішіндегі ата-анасын, аға інісін, апа қарындастарын, төңірегіндегі қатар құрбыларын сыйлай білген жастың өз басы да сыйлы болады. Ал құрметті оқырман, әйел бойында болуы тиіс осы 6 қасиет әйелдің бар болмысын айқындап көрсетіп тұрғандай. Осы қасиеттер әйелдің бойында болса, бір қолымен әлемді,
бір қолымен бесікті тербететін сұлу да сымбатты, бақытты келіншектер болар еді-ау. Видео ұнаса, лайк басып, төменге комментария бөліміне пікір қалдырып, жақын достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер нақыл сөздер, ғибратты әңгімелер, пайдалы ақпараттар каналымнан көптеп шығады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.